Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кеседе, кәдімгі шай кеседе кекс дайындап үйренетін боламыз. Жасалу жолын көрсететін боламын. Айтпақшыдай, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл өте пышный болып шығады, және арасы пісіп, осындай қатты көтеріліп шығатын болады. Ең алдымен ыдысымызға шекерімізді және бір жұмыртқамызды салып, шекер ерігенше жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Ақ көбік болғанша шекер толықтай еруі қажет. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 250 мл, 300 мл аралығында осындай үй температурасында тұрған айранды, кефирді құйып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды да 350 граммдай ұн болады. Ұн әркімде әртүрлі болғандықтан қарайсыздар, қамыр қоюлау болу қажет. Міндетті түрде ұнды електен өткіземіз, себебі електен өткізген кезде ішіне ауа кіріп жақсы көтерілетін болады. Және де тағы бір лайфхак, егер пирогтарыңыз, осында кекстарыңыз көтерілмейтін болса, қамыр тым қатты сұйық болса да көтерілмейді. Сол үшін сәл қоюлау болу керек. Енді 50 мл-дай сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, тағы да осы жерде сұйықтығын көретін боламыз. Қатты сұйық болмауы қажет. Если тағы қатты сұйық болатын болса, кішкене ұн қосып жіберіңіздер. Және осындай менде мейіз бар еді, мейіз қостым. Мейіз қоспасаңыздар да болады. Үйде қандай орехтің түрі бар, сән үшін қоссаңыздар болады, өте дәмді болады. Мінекей мен де көрдім осы жерде қамырым қоюлау, және де кішкене ұн қосайын дедім. Разрыхитель екеуін електен өткізіп қосатын боламын. Қамырларыңызға қарайсыздар дедім ғой жаңа. Сол себепті қамырға қарау керек, тым сұйық болмау қажет. Сол себепті де кейде көтерілмей қалады пирог. Және духовканың қақпағын және есігін қайта-қайта аша берсеңіздер де көтерілмейді. Алдын ала кішкене осындай қамыр дайын болған кезде пешкені 160 градус, 150 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Қатты қыздырмаймыз, осы қамыр дайын болған кезде қыздыратын боламыз. Енді жуылған кеселерімізді алып дайындап алатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Менде 5 кесе шықты, қазір 5-шісін қосатын боламын. Осыған кішкене сұйық май құйып, кішкене кесені майлап алатын боласыздар. Сонда қамырымыз жабыспайтын болады. Менде ожауым осы жерде байқайтын болсаңыздар, ожауым кішкене, көлемі кішкене. Сондықтан ожауыммен құйған маған өте ыңғайлы болды. 1,5 ожаудай құйдым. Кесе менде үлкен кесе. Кесемізге шамалы толтырмай осылай барлығын салып боламыз. 4 кесемізге де қанша кесе шықса да осылай кішкене қалдырамыз, себебі қазір көтерілетін болады. Мінекей 5 кесе шықты менде осы көлеммен, осы ыдыспен 5 кесемді жақсылап майлап алдым, осы құйып алдым. Енді 150 градус, 160 градуста осында листке салып, қақпағын ашпай пісіріп алатын боламыз. 25 минут, 30 минут, бір 20 минут өткен кезде шамалы қарайсыздар, көтеріліп бастайды. Біздің кексіміз пісіп шықты. Қазір тексеретін боламыз. Осындай құрғақ зубочистканы алып, кішкене батырып көресіздер. Міне құрғақ болып шықты, демек пісті деген сөз.